Баршаңызға сәлем. Бүгін керемет бір анамның жасайтын күріш кашасының құпия сырларымен бөліспекшіміз. Бұл каша жай ғана каша ғой деп мән бермей өтпеңіздер. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Мүмкін сіздер басқаша жасап жүрген шығарсыздар. Егер дәл осы рецептін бір жасап көрсеңіздер, міндетті түрде сіздерге ұнайтын сөзсіз. Ең алдымен ыдысымызға 1 литрлік сүттің жартысынан көбін құямыз да, оған 1 шай кеседе күрішті жақсылап жуып саламыз. Мінекей, қайнап жатыр, қайнап шықты. Сол кезде жақсылап араластырып отырамыз. Міндетті түрде күріш бір-біріне жабысып, немесе астына алмау қажет. Дәл осылай қатты қайнай берсін. Күріш бір 70-80%-дай сүтте пісу қажет екен. Себебі негізгі құпиясы күріш сүттің дәмін өзіне бойына сіңіріп, кашаның дәмді болып шығуының себепшісі болады екен. Мен бұрын суға бірінші күрішті пісіріп, сосын барып сүт қосатынмын. Солай анамның жасаған күріш кашасына мүлдем дәмі ұқсамайтын. Бірақ түрі ұқсағанмен дәмі басқаша болатын. Мінекей, енді бағана қайнап 70-80% күрішіміз піскен соң, осыған 1 литр су құямыз. Сосын 1 ас қасықта тұз қосамыз. Жақсылап араластырып, енді осын қайнап шығуын күтеміз. Міне қайнап шықты. Дәл осы қайнап шыққан уақытта енді бір 4-5 ас қасықтай шекер қосыңыздар. Шекерді қосып, астын жай отқа қойып, кашаны 100%-ға пісіріп аламыз. Бағана күрішіміз бір 70-80% пісіп қойған сүтке енді оңай жылдан пісіп шығады қазір. Жай отта бір 2-3 рет қайнап шықса, каша дайын болады. Мінекей, қараңыздар. Каша дайын болғандығы өзі байқалады, қатты сұйық емес. Осындай болып шығады. Міне біздің кашамыз дайын. Қараңыздар, сіздерге қазір көрсетейін. Мінекей, қатты сұйықта емес, қатты қоюда емес. Негізі бұл кашаның бұл жерде түрінде емес, дәмінде ерекшелігі. Міндетті түрде осы рецептпен бір жасап көріңіздер. Кейін тек қана осы рецептпен жасайтын боласыздар. Ас болсын, қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырсаңыздар болады.